қазір барлық жерде өзгеру керек, өзгеріңіздер деген ақпаратты естіп жатырсыздар. Барлық қырынан, қазір 2024-тен әрі қарай тіпті жердің мегагерці 880-нен асты. Бұл деген сөз энергия қатты көтеріліп келе жатыр деген сөз. Энергия енді көтерілгені бізге несімен әсерін береді. Егер де біздің бойымызда жақсы қасиет болса, сол көтеріледі, болмаса жаман қасиет болса, соның жемісін аласыздар, сол көтеріледі. Тек қана сізде қазір данный момент қазір қандай қасиетіңіз бар, қандай мінезіңіз бар, сол ғана соның мөлшері көтеріледі, көбейеді деген сөз. Енді адамға өзгеру қиын. Неше жылдан бері сіресіп қатып қалған стереотип бар. Басында адамдарға өзгеру өте қиын. Бірақ біледі бәрін, өзгеру керек екенін біледі. Ерте тұру керек екенін, жаттығу жасау керек екенін, қандай да бір практикаларды жасау керек екенін, миымен жұмыс жасау керек екенін, бейсанамен жұмыс жасау керек екенін айтпаса да біледі, бәрін біліп отыр. Бірақ істей алмайды, істемейді. Неге? Өзгеруге қиын. Ішкі нәпсі жібермейді. Одан да ұйықтай бер, артық тамақ жей бер, іше бер, жей бер, анау дизейді, гориланы жей бер, анау коланы да жей бер, қайтесің, уақыт бар әлі деген секілді алдамшы өмірге алданып қалады. Яғни матрицаға түсіп қалады адамдар. Ал қандай адам мықты? Яғни өзін сол матрицадан, сол тұңғиықтан, яғни жаңағы қатты айналып жатқан спираль дейді ғой, мына спиральный бейнесіндегі адамдардың ішінен өзін алып шығатын адамдар мықты. Өзін жеңе білген адам мықты. Яғни адам мықты болғанда бұрынғы мінезі емес басқаша мінезге өзгерсе, бұрынғы қылықтар емес басқаша қылыққа өзгерсе, бұрынғыдай қарым-қатынас емес басқаша сауатты қарым-қатынасқа өзгере білсе, міне сондай жетістікке жеткеннің өзі мықтылық. Сол адамның сондай жетістігінің өзі мықтылық болып саналады. Мықтылық тек қана бір машина алып, үй алып, керемет бір дүние алып, міне мен мықтымын дегендік емес. Бай мен дәулетті шатастырмайық. Дәулетті болу дегеніміз жай ғана бір қандай да бір қомақты ақшаға заттар алып, дәулетті өмір сүру, ол дәулеттілік. Бай дегеніміз рухани байлық, физикалық байлық және яғни сананың байлығы, тәннің байлығы, денсаулықты қалай күте білу, рухани өсіп дамуы, бұл байлыққа жатады. Сондықтан да осының техникасын білген, практикасын білген адам ең мықты адам болып саналады. Таңдау өзіңізде әрине, таңдау сізге байланысты.